тақырыбы адамдық ең басты құндылық. Бүгінгі сабағымызда біз адамдық еңбектің және адам табысының маңызы туралы терең түсінік аламыз. Бұл үш ұғым біргелік жүзінде адамға өмір сүрудің нағыз мағынасын береді және қоғамдағы орнын табуға көмектеседі. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты оқушылардың бойында адалдық, шынайылық, әділеттік қасиеттерін қалыптастыру, қазақ халқының ұлттық құндылықтарын насихаттау және адал болудың адам өмірінің маңызын түсіндіру. Балалар, үмітің мені, көңілің сені. Балажанның бағуан болғанында әрқашан мақтан тұрамын. Көрген видеодан біз не түсіндік? Бұл видеоролик бойынша мен адалдық адам бойындағы ең өзек қасиеттердің бірі екенін түсіндім. Адам өзіне адал болу қажеттігін алумен және нәтижеде деген адалдыққа Біздің ең басты құндылығымыз не екен? Адалдық. Жақсы азамат отанға адал болу керек және отанға әділ қызмет ету керек. Әділетті болу керек. Адал еңбектің отбасылық құндылықтары өте көп. Адал еңбек табыстың кілті. Адал еңбек кез келген жетістіктің негізі. Ой, жазасыма қиын ғой. Біреу керек пешіратсам қалай бар екен? Жоқ, олай болмайды. Сен өз еңбегіңмен жазу керексің. Сенің көшіріп алған бағаң сені алға жетелемейді. Келесі тақырыпқа бойынша жалғастырайық. Адалдық шынымен де адам бойындағы асыл қасиет. Өйткені адалдық бұл адам бойындағы жақсы қасиеттердің бірі. Адал адамға әрқашан сенім артуға болады. сабағымыз қорытындылай келеді және ұлттық адалдық, адал еңбек және адал табыс, адал азамат ұғымы. Адал еңбек пен адал табыс туралы не үшін бүгінгі сабақта? Адал еңбек пен адал табыс адам өмірінде өте маңызды рөл атқарады. Себебі біз адал еңбек етіп адал табыс табамыз.